Сәлеметсіздер ме? Дене шынықтыру пәні бірінші сынып мұғалімі Казиева Әзел Амантайқызы. Сабақтың тақырыбы ашық алаңда дене шынықтыру жаттығуларын жасау. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаты. Бір қатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау, денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белсенділігін ұғыну. Сабақ мақсаттары. Барлық оқушылар орындай алады. Бір қатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтай алады. Денсаулық туралы жалпы түсінік алады, дене белсенділігін ұғынады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Бір қатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтай алады. Қауіпсіздік ережесін сақтайды. Кейбір оқушылар орындай алады. Денсаулық туралы жалпы түсінікті біледі және басқа оқушыларға көмектесе алады. Бағалау критерийі. Білім алушы денені ширату және босату жаттығуларының маңызын түсіндіреді. Жалпы дамыту жаттығуларын орындайды. Қауіпсіздік ережесін сақтайды. Сабақтың басы мүмкіндігінше жай жүгіру, жалпы дамыту жаттығуларын жасау. Жалпы дене дайындығы. Осы суретке қарап балалар бірге жаттығу жасаймыз. Сабақтың ортасы. Шынығамыз жастайбыз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бойымызға жинап күш, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сабақтың аяғы. Тыныс алу жаттығулары. Оқушылар өз жұмысын смайлик көрсету арқылы бағалайды. Сабақ бойынша рефлексия. Сіздердің ойларыңызша шапшаңдық деген не? Сіздердің ойларыңызша күш деген не? Осы сұраққа жауап береміз. Бағалаймыз. Барлығын түсіндім, түсінген жоқпын, жартылай түсіндім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.